Армысыз тыңдарман, арнама тіркеліп кетіңіз. Лүпілі басып, пікір қалдырып, қолдау білдіріңіз. Егіз жүрек. Астананың іргесіндегі орманда күні бойы шанамен сырғанап, шаңғы теуіп шаршаған топ кешкісін шағын үйшіктің ішіне жиналғанбыз. Ошақта жанған оттың қызуы бойды балбыратып, ұйқы қыса бастағанда арамыздағы ақсақал бір әңгіменің шетін шығарды. Бұл оқиға сонау 20-шы жылдары болған екен. Зайсанда кеңес өкіметі орнап, оның саясатын жүргізетін коммунистер мен комсомолдары да келіпті. Солармен бірге Абзал атты бір жас комсомол ауылдың айдай сұлу Айгерім деген қызына ғашық болады. Қыз да сымбатты жігітті бір көргеннен ұнатып, араларында махаббат оты лаулап қоя берген. Ескі дәстүрмен жаңа тәртіптің тартысып жатқан кезі ғой. Айгерімнің атастырып қойған жігіті бар екен. Қалмалы да төленген. Екі жасқа бұл да кедергі болмапты. Үлкендер екеуін тоқтата алмайды. Бірін-бірі сүйген екі жүрек екеумізді өлім ғана айырады деп сеттескенде көрінеді. Жағдай әбден ушыққанда ру ақсақалдары өздерінше сот жасап шешім шығарады. Өлім жазасы. Жай ғана өлім емес, құрық тимеген тауда жүрген жабайы жылқының құйрығына байлап жіберу. Екі жас мұны да ерлікпен қабылдайды. Жылап сықтамай, жалбарынбай аттың құйрығына байланып кете барады. Тау-таусты жерде олардың тірі қалуы мүмкін емес еді. Жабайы жылқы сүйретіп ала жөнелгенде-ақ олардың денесін пышақтай өткір тастардың кескілегенін үкімді орындаушылар да киіз үйден сығалап тұрған бала-шағада көрген. Егіз жүректі сүйреткен екі жабайы жылқыны содан кейін ешкім көрмеген. Абзал мен Айгерімнің мұңды махаббаты жайлы аңыз әңгіме 30 жылдан астам уақыт бұл өңірде қозы көрпеш пен баянның махаббатынан кем айтылмайтын. Екеуін де өлдіге санайтын. 60-шы жылдары Қытайдағы қандастар елге қайта бастағанда адам сенбес бір оқиға болды. Басқа бұлай болар деп ешкім күтпеген. Ошақтағы от сөнуге айналды. Сыртта боран басталды. Орман ішінде оның дыбысы қасқырдың ұлғанында естіледі екен. Қария әлі сөйлеп отыр. Балалардың алды пысылдап ұйқыға кеткен. Менің ұйқым шайдай ашылды. Әрі қарай не болар екен? Өр Алтайдың оңтүстігінде сауыр жоталары бар. Уақыт мүжіп, қатпар-қатпар тастары шығып жатыр. Сол сауыр мәңгілік мұзға оранған Мұзтауға барып тіреледі. Мұзтаудың бір бөлігі өзімізде, қалғаны Қытай жерінде. Ол кезде Мұзтауға жан баласы жоламайтын, жете алмайтын да. Талай жүректі жігіт Мұзтауға шығуды талпынып көрген. Шығуы да мүмкін еді. Биік шыңның етегіне ілінгендей, әрі кері қарай көтерілмей кері қайтатын. Біріне қарлы бөктерде албастыдай киінген құбыжық адам көрініпті. Бірі соның қарға түскен ізін көрген. Бірі сақалы беліне түскен стол адамның жағып кеткен отының үстінен түскен. Сауырдың баурайын жайлаған ел оны шайтан десті. Қар адамы дегендер де болды. Қалай десе де, олардың біреуі де Мұзтауды мекендеген пенденің кәдімгі адам екенін, 16-шы жылдың үркіншілігінде ақ патшаның әскерінен Қытайға қашқан, қазақ көшінен адасып қалған 14 жасар бала екенін білген жоқ. Есейіп, есін жинамай жатып, мына дүниенің зорлық-зомбылығын көрген, ата-анасынан тірідей айырылған бала содан бері Мұзтауды мекендеген. Жасы 30-ға жақындаған. Ауың аулап күнін көрген. Ауырса шөптен дәрі қайнатып өзін-өзі емдеген. Қиянаты көп төменге тіпті түскісі келмеген. Анда-санда төменге түсе қалса пенделерді көріп қалады. Жақындағысы келмейді. Ол үшін бәрі жат. Бәрі жиіркенішті. Бүгінде емдік шөптер жинамаққа төменге түскен. Жақпар тастардың арасымен жан-жағына сақтықпен қарап келе жатқан ол аяғының астында ыңырсып жатқан адамды көргенде шошып түсті. Адам дейді-ау, терісі жұлым-жұлым болған, ырсиып сүйегі ғана қалған бірдеңе. Әбден жақындағанда байқады, қыз бала. Ыңырсып бірдеңе дейді. Құлағын тосқан. Абзал, ары қарай сөйлей алмайды. Аузына су тамызды, тамырын ұстап көрді. Тірі. Қызды лашығына көтеріп келе жатқанда тағы ыңырсып күбірледі. Абзал қайда? Тағы да біреудің болғаны ғой. Кім екен? Қыздың жарасын жапырақпен орап жатып та соны ойлаған. Қой, төменге түсіп қайтпаса болмас. Мүмкін қыздың айтқан абзалы төменде бір жерде жатқан болар.
Адамдардан безген кісігей кемші абзалды іздеп мұзтаудың етегін 2 күн шарлады, таппады. Кешкісін қызды емдейді, шөптің қайнатпасын береді. Жарасына сол шөптен жасаған май жағады. Өзі де жалғыз жүріп, қасқырмен де шайқасқан, құздан да құлаған. Қансырап жатып, өз жарасын өзі емдеп үйренген. 2 күннен соң Әйгерімнің беті бері қарап, кісігей емшісіне болған жайды баяндап беруге шамасы келді. Таудың өткір тастары аттың құйрығында кеткен қыздың нәзік денесінің парша-паршасын шығарып қана қоймай, қолы байланған арқанды да қиып түскен көрінеді. Ол солай аман қалған. Абзал ше, Әйгерімді аман алып қалған жаратқанның Абзалға да мейірі түскен шығар. Ағыл-тегіл жылап, жүрегінің жартысын жоқтаған қызға қарап отырып кісігей кемші осыны ойлаған. Олай болмаған күнде тым құрыса сүйегін табайын, мына бейшараның жаны жай тапсын дейді тағы бір ойы. Тағы да бірнеше күні Абзалды іздеумен өтті. Аяқ жететін жердегі орманды да, құздағы үңгірді де, сай-саланы да қарап шыққан. Табылмады. Тек бір жерден үзілген арқан мен қанды із көрген. Сол маңайды індетіп іздеп көрді. Тау өзенінің тұсына келгенде адамның ізі үзілді. Әрі қарай еш белгі жоқ. Не ит құсқа жем болды, не суға ағып кетті. Бәлкім тірі қалған шығар. Осылай ойға шомып келе жатып кісігей кілт тоқтады. Төменде өзенді жағалап бір салтатты кетіп бара жатыр екен. Иығына асынған мылтығы бар. Таныды, жиі көреді. Арғы беттен бері қарай жасырынып өтетінін де, әрі жолы біреу болып келіп бірнешеу болып қайтатынын да байқап жүр. Қасындағылардың қызылдардан қысым көріп Қытайға қашқан қазақтар екенін де іші сезеді. Жақындап баруға әр жолы жүрегі дауаламайтын. Бұл жолы да батпады. Үңгіріне қайтты. Қыз сауғып қалыпты. Кісіге келгенде үңгірде от жанып, қазанда аңның еті қайнап жатты. Ішке кірген бұған үміттене қараған. Не дейді? Басын шайқады. Үзілген арқанды да, қанды ізді де айтпады. Арқаның үйірле соққан бұраны кей сәтте ормандағы жалғыз үйдің есігін жұлып кете жаздайды. Ақсақалдың әңгімесіне беріліп отырған біз ондайда селк ете қаламыз. Сәлден соң ақсақал Сыбырға көшті. Ауық-ауық пысылдап ұйықтап жатқан балаларға қарап қояды. Хикаяның ересектер ғана тыңдайтын тұсына жеткен сияқты. Құлағымызды түре түстік. Мұзтаудан күн ерте батады. Таулы жердің барлығында солай. Кісігей кемші соңғы күндері үңгірден алыстамайтын болған. Әйгерім аяғынан тұрғалы үңгірден бір жылылық есетіндей. Тамағы дайын, оты жағулы. Әйтеуір бір тылсым күш тартып тұрады. Бүгін де кеш бата үңгірге кіріп қалған. Сыртқа бір шығып келгенде Әйгерім бұрыштағы тері төсенішке бүркеніп жатып қалған екен. Сәлден соң пысылдап ұйықтағанын білінді. Кісігей оған қарап ұзақ отырды. Осы 30-ға жетер-жетпес ғұмырында әйел баласын мынадай сұлу қызды оңашада жақыннан алғаш көруі. Өткендегідей емес, жарасы жазылып, бетіне қан жүгіріп құлпыра бастаған. Бір кезде қыз ұйқысырап, әлденені күбірлеп бір жағына аунап түскен. Үстіне жамылғаны да сусып түсе берген. Бұрышта өлімсіз жанған оттың жарығы оның сәл ашылған кеудесіне түскенде кісіге қалай жақындағанын да сезбей қалды. Қолы дірілдеп, ұйқыдағы арудың білегінен ақырын сипаған. Көзі жұмулы қыз жымиды. Кісігектің қолы жоғарылай бастағанда Әйгерім сыбырлап, «Абзал, сенбісің?» деп тағы жымиды. Кісігек тез есін жиып қолын тартып ала қойды. Ол тектеді. Арды, ұятты, намысты жоғары қоятын тұқымнан болатын. Оны өзінің іші сезетін. Көштен ес білген шағында қалған. Әке-шеше есінде. Ол отқа қарап ұзақ отырды. Не істеу керек? Қыздың бұл өңгірде қалмасы анық. Ауылына да қайта алмайды. Баратын болса өлім. Осы кезде қыз тағы ыңырсыды. Абзал түс көріп жатқан сияқты. Кісіге сөне бастаған отқа бір-екі отын тастап орнынан тұрды. Қыз жаққа бір қарады да сыртқа беттеді. Бір шешімін тапқан сияқты. Кісіге емші сол кеткеннен келесі күні түс ауа бірақ келді. Келе сала Әйгерімге жиналуды бұйырған. Қыз үшін бұл күтпеген жай болды. Кеше ғана өзін өлімнен құтқарған, жай ғана құтқарып қоймай, адам бейнесін қайтарған осы бір түсініксіз жанға ол да бауыр басып қалған еді. Өзі де сезеді, бұл махаббат емес.
Әлде әке, әлде аға секілді пана тұтқаны ма екен? Әйтеуір бір жылы сезімнің бары анық. Қайда апармақ? Ендігі тағдыры қалай болмақ? Кісіге кемші үнсіз жүріп мұның жиналуына көмектесті. Жылы киім жолға азығын қапқа салды. Сосын Әйгерімді қарсы отырғызып бетіне ұзақ қарады. Оның жанардан тамшылаған жасты күректей алақанымен сүртіп, жетектеп үңгірден шыға берді. Қыз да ештеңе сұраған жоқ. Кісі киіктен жамандық болмайтындығына сенген болар. Олар көп жүрді. Мұзтаудың қарсыз етегіне түсіп, гүрілдеп аққан тау өзенінің тұсына жеткенде ғана тізе бүккен. Сол жерде ғана кісіге кемші қызға тіл қатты. Қазір осы жерде бір адамды күтеміз, деді ол алысқа көз тастап. Кеше ел жаққа қарай жалғыз өзі кетті. Қателеспесем бүгін кері қайтуы тиіс. Кейде жалғыз, кейде көшпен, кейде қуғыншылардан қашып. Қызға қараған, олы жәудіреген көздеріндегі қорқынышын жасыра алмай қарап қалыпты. Қорықпа, деді кісіге кемші. Егер оның соңында қуғыншы болса, сен көрінбейсің. Өзі біреулерді шекараға алып бара жатса, алдынан шығасың. Мен көрінбеймін. Ол жақсы адам. Ол адамдарға көмектесіп жүр. Ол батыр. Мен бәрін көріп жүрмін. Саған тиіспейді. Мұзтаудың ар жағына жеткізеді. Олар жақсы адамды ұзақ күтті. Бір кезде кісіге кемші Әйгерімге алыс беткейді қолымен нұсқаған. Көз ұшында бір салтатты келеді екен. Жүрісі суыт. Жақындай бере байқады. Соңында қуғыншы көрінбейді. Өзі ғана. Көште жоқ. Әбден жақындадау дегенде кісі Әйгерімді арқасынан қағып салтаттының алдынан қоя берді. Сәл ұзай беріп қыз артына қараған. Кісіге кемші көрінбеді. Жасырынып қалған сияқты. Атын асығыс желдіртіп келе жатқан салтатты тасадан шыға келген қызды көргенде мылтығына жармасқан. Оның жалғыз екенін көргеннен кейін ғана атының тізгінін тартты. Кімсің? Пері емессің бе? Тұр жолдан, былай, деп бастырмалатып барады. Ағатай, пері емеспін, адаммын. Адасқан пендемін. Қазір бәрін айтып беремін. Тоқтаңызшы, ағатай. Әйгерім тоқтамай сөйлеуде. Салтатты мұқият тыңдады. Кісіге кемші жайында айтқанына да елең еткен жоқ. Білетін секілді. Тек Абзал жайында айта бастағанда селк кеткендей болды. Абзал деймісің? Сүйегі табылмады де. Жә болды, сендім. Арғы бетке ала кетейін деп атын тебініп қызға жақындады. Мінгесе ғой. Басқа елде бәлкім бағың ашылар. Артына қыз мінгестірген салтатты жотадан асып көрінбей кеткенше қозбасынан кісіге кемші олардан көз алмай қарап тұрды. Сосын тізерлей қалып жерді төпештеп жылап жатты. Кісіге кемші жерді төпештеп жылап жатыр. Өксік толы өмірінің өшін жазықсыз қара жерден алғысы келген сыңайлы. Мынау жалғанда жалғыз қалғанын, адам аңдардан безіп үрей билеген үңгірде аң ғұмыр кешіп жатқанын, сол жалғыздығына жамау болар қызды қазір ғана өзі салтаттыға қосып жібергенін, соның өкініші өзегін өртеп бара жатқанын кімге түсіндірер? Әйгерім есіне түскенде кісіге жылағанын тоқтатып, олар кеткен жота жаққа тесіле көп қарады. Көз жасын сүртіп, орнынан тұрды. Ойланып тұр. Бір кезде дүр сілкініп, құзаршынға қарай бет алды. Жай жүрген жоқ, жүгіріп барады. Ана екеуінің алысқа кетпегені анық. Қалай болғанда да қуып жетуі керек. Жоқ, ол енді бұлай жалғыз өмір сүре алмайды. Әйгерімді алып қайтады. Салтатты ше, мылтығы бар ғой. Ол мерген. Кісіге мұның бәрін жақсы біледі. Бірақ бір алапат күш оны алға сүйреп барады. Жықпыл тасты жыра да, терең құзда оған кедергі емес. Қалай болғанда да Әйгерімді енді жібергісі жоқ. Кісіге тастан тасқа секіріп, Мұзтаудан алысқа ұзай берді. Үңгірді мекендегелі қарлы мекеннен бұлай тым алыстамаған. Қыз мінгестірген салтатты бұл кезде мұздақтардан асып қарлы жотаның соңғысына жақындаған. Енді бір ет пісірімдей уақыт жүрсе, шекараға да жетіп қалады. Мұзтаудың бұл беткейін күзетуге қызылдардың шамасы әлі келе қойған жоқ. Қашқан қазаққа берған қауіпсіз жол осы ғана. Салтатты ойланып келеді. Осы маңайды шиырлағанына 10 жыл болыпты. Ата қонысы бергі бетте еді. Бәлшебектер келгенде қуғандардың бірі осы тұғын. Көп кешікпей көңілі қалды. Аштық, зорлық, зомбылық,
Көшпенді елдің малына ауыз салғандар тіпті сорақылық. Ата дәстүр анау адырам қалған. Содан бері күресіп келеді. Арғы бет оны батыр мерген дейді. Бергі бет бәлшебектер банды дейді. Қақпан құрып құртып жібергісі келеді. Талай тұзақтан сақтығының арқасында сытылып шыққан. Осылай ойға шомып келе жатып, салт атты өзіне біреудің тесіле қарап тұрғанын сезгендей болды. Жалт бұрылып қараған, ешкім көзіне түспеді. Артында отырған қыз да үрейленіп отыр. Бәрібір бекер емес. Бұл арқасымен сезеді. Аңды да арқасымен сезіп, жалт бұрылып атқанда сеспей қатыратын. Кім болды екен? Тағы біраз жүрген соң жақпар тасты тау бітіп, жазық дала басталмақ. Одан кейін арғы бетке қол созым жер. Осы сәтте салт атты ту сыртынан қадалған көзі тағы сезді. Болды. Кешігуге болмайды. Жайлап мылтығын сипады. Дайындап келеді. Сосын кілт бұрылып, жартасқа жабыса өскен жапырағы қалың ағаштың ортан тұсынан тартып жіберген. Гүрс еткен мылтық даусынан тау іші жаңғырып қоя берді. Оған қосарлана әлде адамның, әлде аңның түсініксіз дауысы естілді. Не болды? Кім деді Әйгерім дір-дір етіп. Адам сияқты. Елсізде қайдағы адам деді салт атты түнеріп. Аю шығар деді де мерген ол ойынан тез қайтты. Онысын қызға сездірген жоқ. Аю бұлай аңдымайды. Қанша жер соңдарынан үйеріп келеді. Оңтайлы сәтті күткен. Мұздақ бітіп қарсы жотаға ілінгенде аңдушы ізінен жаңылды. Байқалып қала берді. Кім болды екен? Мерген артындағы қызға бұрылды. Ол да соңына қарағыштап келеді екен. Аю емес деді ол да. Абзал шығар. Мерген жауап қатпады. Түнерген күйі өз ойымен өзі алысып келеді. Абзал емес. Бұл оны анық біледі. Ендігім. Осы маңайдан өткен сайын ту сыртынан қадалған әлдекімнің сұқ жанарын кейде сезіп жүретін. Тіпті бірде қарлышының ұшар басынан қауға сақалды адамды да көрген. Ол бұған бұл оған тиіспеуші еді. Ел ішінде әлгі туралы айтылатын аңыз әңгімелерге де қанық. Біреулер Қытайға қашқан атақты байдың баласы дейді. Шекарада байдың көші қазақтардың қоршауына түсіп шиеттей баласына дейін кескілеп тастаған екен. Жаратқанның құдіреті әлгі қырғыннан байдың кішкентай баласы аман қалып мұзтауды мекендеп кетіпті деседі. Ол болса ше, ол неге бұларды аңдиды? Мерген қызға тағы бұрылды. Осы сен емші тауып алды дедің бе маған? Иә, ол қайда тұрады? Мұзтаудың басындағы үңгірде, жалғыз. Мерген атының тізгінін тартты. Қызға бұл дұрыстап назар аудара қарады. Әдемі, көзі боталап, ерні дірілдеп бұған қарап қалыпты. Мергеннің жүрегі шым етті. Сұлу екен. Осының соңынан келген ғой бейшара. Несіне жіберді екен деді ішінен. Өзі сезіп келеді. Жаңа мүлт кеткен жоқ. Бейшара. Бір кезде кілт тоқтады. Анау қырдың арғы жағы шекара деді қызға. Кеш болып кетті. Бүгін осында түнейміз. Таң ата жолға шығамыз. Болды. Түн, тау бөктері. Мерген шытырлап жанған отқа қарап ойланып отыр. Әйгерім теріс қарап жатыр. Қасындағы кісі астына тоқымын төсеп шапанын жамылуға берген. Ұйықтаған кейіп танытқанымен бұл да ояу. Оны Мерген де сезді. Әлгі жігіттің қайдан келіп еді? Біздің жақта не істеп жүрді? Қаладан келген, жетім, жаңа өкіметтің адамы. Бәлшебек пе? Комсомол. Мерген кебі бұтақты шытырлата сындырып отқа тастады. Бәлшебегі де комсомолы да бір шайтан, азғындаған иттер. Сені азғырғанда сол екен ғой, иттің күшігі, түсінікті. Қыз үндемеді, теріс қарап бүрісіп жатыр. Ойы басқада. Абзал қайдасың? Шынымен де ит құсқа жем болып, айдалада сүйегің шашылып қалдым екен. Тірі болсаң бір хабарың жететін уақыт болды ғой. Мына кісі де жұмбақтап ештеңе айтпайды. Абзалды айтқанда бір нәрсе білетіндей болып тұрады. Оның жоғалғанына көп таңғала қойған жоқ. Абзалды кісі киікте іздеді емес пе? Бір тапса сол табар еді. Мың сан оймен арпалысып, қыз ту сыртынан біреу қапсыра құшақтағанда селк етті. Бұлқынып шықпақ болған, шамасы жетер емес. Жемтігін бүрген қырандай бүктеп барады. Қоянның көжегіндей болып бүрісіп, шарасыз тыпырлай берді. Айқайлап үлгерді. Соның арасынша күректей қолдар аузын жауып тұншыға бастады.
ентіккен даусынан, үлбіреген тамағына қадалған тікендей сақалынан зорлықшының мерген екенін сезді. Оған қарсы енді ештеңе істей алмас. Тау ішінде екеуі ғана. Ешкім бұған араша түсе алмайды. Әйгерім тағдырының бұл сынына да мойынсұнғандай. Қарсыласпай суық түскен. Осы сәтте тау күңіреніп қоя берді. Сонау құз басынан қазандай тастар төменге домалап, ағаш басында қалған құстар да дүр етіп көкке көтеріліп азан-қазан болып кетті. Мерген де Әйгерімді жайына қалдырып, жанталасып мылтығына жүгірген. Жоғарыдан біреу қарқылдап күлгендей болды. Адамның даусы ма, айуанның үні ме ажырату қиын. Тау іші бірер сәт сол күлкіні қайталап жаңғырып тұрды. Батырға да жан керек. Мерген анадайда дір-дір етіп, қорқыныштан тілі байланып тұрған Әйгерімге ақырып жіберді. Тез жинал, түнделетіп арғы бетке өтіп кетеміз. Мына жерді шайтан жайлаған. Бол деймін тез. Қыз мінгестірген салтатты қараңғылық құшағына еніп, көрінбей кеткенде құр жақтан тағы да жаңғырық естілді. Бұл жолы жылаған дауыс жаңғырды. Ол тағдырынан алған Әйгерімді зорлықтан аман алып қалса да, жанында алып қала алмағанына күйінген кісі кейігеді. Қыз мінгестірген салтатты сол күні түстен кейін арғы бетке жетіп, тау қойнауындағы шағын ауылға ат басын тіреді. Алдынан жүгіре шыққан жас балаға тізгінді ұстата салған мерген асығыс ортадағы киіз үйге беттеді. Абдырап қалған бала ат үстінде қалған Әйгерімге көзі түскенде тіпті састы. Қыз да түк түсінбеген. Сәлден соң бала есін жиып қызды аттан түсірді. Мерген ашулы күйде үйге енгенде қымыз ішіп отырған үш жігіт өре түрегелген. Ассалаумағалейкум. Ат көлік аман жеттіңіз бе көке? Мерген жауап қатқан жоқ. Кесе толы қымызды бір-ақ төңкеріп, үрпейсіп тұрған үшеуге тесіле қарады. Сен ана сырттағы қызды Бақыбайға жеткіз деді. Ортадағы жастауына. Үйден шығармасын. Жұрт көзіне түсірмесін. Бір тал шашы түссе басымен жауап береді. Мен айтты де. Болды, жөнел. Жастау сыртқа жөнелді. Мерген енді қалған екеуіне қадалды. Ана жаралы жігіт қалай деді сұстанып. Есін жиды ма? Біздің үйде деді екеудің мұрттысы. Есін әлі жиған жоқ. Сандырақтап жатыр. Бір қыздың атын айта береді. Әйгерім дейді. Бірақ беті бері қараған секілді. Ішкерден алдыртқан емшіңіз ем-домын жасап кеше кетті. Құдай қаласа 10 шақты күннен соң аяғынан тұрып кетеді деген. Әйгерім деді ме? Жаны сыр екен иттің. Мерген соңғы сөздің аузынан қалай шығып кеткенін өзі де байқамай қалған. Екі жігіт те елең етті. Өткенде қансыраған жігітті алдына өңгеріп келгенде басқаша деп еді. Осы маңайдағы емші біткеннің бәрі сол жігіттің өмірі үшін арпалысып, оны Мерген өзі бақылаған. Сабет өкіметінің айуандығына тап болған бір бейшара болар деген бұлар. Енді міне кіжініп тұр. Бұларға аяушылық жоқ деді Мерген түсін суытып. Олар да аямаған. Босқан елді шекарадан күтіп алып бала-шағамен қоса пулеметпен қырған кім? Қорғансыз елдің тау-тау болып көмусіз қалған сүйектерін мен мына көзіммен көргенмін. Сенің де менің де мына ауылыңда ата мекеннен босып аш-жалаңаш жат жерде жүргеніне кім кінәлі? Осылар большевиктердің күшігі. Ит. Мерген кілт бұрылып сыртқа беттеді. Аңтарылып тұрған екеу де соңынан ерген. Есік алдында арбаға мініп жатқан Әйгерім мен жас жігітте қарап қалыпты. Мерген оларға да назар аударған жоқ. Қадабынан кездігін шығарып, шетте тұрған жүдеу үйге беттеп барады. Мұртты жігіт тез-тез басып, Мергеннің алдынан шығып, кездік ұстаған қолына жармасты. Көке, адам ғой ол, керегі жоқ, бір ашуыңызды маған қиыңызшы. Көке, есін білмей жатқан адамды өлтірмеңізші, көке. Мерген мұртты жігітті бір қағып қалпақтай жүк түсірді. Адымдай басып киіз үйге жақындап қалған. Анадайда Әйгерімнің қасында бақылап тұрғаны жерге шырт түсіріп басын шайқады. Қызық, өзі құтқарып өзі өлтірмек пе? Саутамдығы қалмаған ол бейшараның қай жеріне пышақ салмақ? Манадан бері сүле соқтырған Әйгерім селк етті. Кімді айтып тұрсың? Кімді өлтірмек деді анаған жыламсырап. Айтыңызшы кім? Өткенде арғы беттен өзі өңгеріп келген адам ғой деді жігіт арбаға отырып жатып. Таудан тауып алыпты. Қасқыр талаған ба, ат сүйреген бе? Әйтеуір төге қалмапты бейшараның. Қой, бәлестен аулақ. Жүрейік, кеш батқанша сені Бақыбайға жеткізуім керек. Ол сөзін аяқтап Әйгерімге қараған.
Жоқ, Мергеннің соңынан жанұшыра жүгіріп барады екен. Кездігін жалаңдатқан Мерген үйге кіре бұрышта жатқан жаралы жігітке қарай беттеді. Төрде отырған қарияға да назар аудармады. Жаналғыш әзірейілдей төніп келеді. Осы сәтте сырттан жүгіре кірген Әйгерім жаралы жігітке бір қарап алып, Мергеннің аяғын құшып еңіреп қоя берді. Ағатай, өлтірмеңізші, бұл абзал ғой, ағатай. Мерген қызды қаңбақ құрлы көрмей бір шетке лақтырып тастап, абзалға жақындады. Қыз жан ұшырып аяғына тағы оралды. Ағатай, өлтірмеңізші, күніңіз болайын. Айтқаныңыздың бәрін орындайын, тек оның жанын қалдырыңызшы. Арқаның бораны есіктің топсасын жұлып жібере жаздап тағы соқты. Үйшік қозғалды. Сырттан бір құшақ буын ала кірген Болат кәсіпкер басын шайқап босаға жақа отыра кетті. Бүгін қайтпаймыз, жол жабық дегені. Басқаларды қайдам, мен қуанып қалдым. Ақсақалдың әңгімесі тіпті елітіп барады. Арасында Фейсбуктағы оқырмандарым секілді неге, қашан, сосын, тух, шорт қайырдыңыз ғой деп килігіп кетемін. Әңгімешіміз саспайды. Алдындағы шайын асықпай бір сораптап қойып, ар жағынан боран олған кішкентай терезеге қарап ұзақ ойланды. Мергенді жек көріп отырсыңдар ғой барлығың, дейді сосын күрсініп. Ол бір тағдыры қиын таудың тағы тарлан еді ғой. Көзін ашпай жатып жетімдіктің қамытын киді. Байдың жылқысын дақты. Қоралайды көзге артқан Мерген жек жұтқан батыр еді. Мерген баққан жылқыға барымташы дегендер жоламайтын. Тәуекелге барғандары көп ұзамай тәубесіне келетін. Атқан оғы далаға кетпейтін. Жылқышыға кім жоласын? Байда риза. Жалғыз қызын жалшысына беріп, еншісін бөліп алдына салған байды бұрын-соңды есіп бетіндер. Бай солай істеді. Мерген бақыт деді. Сұлу сүйді. 3 баласы болды. Большевиктер келіп соның бәрінің бытышын шығарды. Еркіндікті сүйген батыр бала шағасын алып шекер асып кетпек болған. Өзі ғана емес, бүкіл ауыл соңынан ерген. Соңдарынан қуып жеткен қызылдар ешкімді аямады. Бала шағаны да. Мерген жалғыз шайқасты. Талайын жер жастандырды. Күш теңемес еді. Бүкіл ауылдың сүйегі сол жерде қалды. Мерген жалғыз сытылып шықты. Тірі қалды. Бейкүнә шандардың жазықсыз төгілген қандар үшін кек алуға тірі қалған шығар. Ата деймін, ақырын сыбырлап қана. Әйгерімнің не жазығы бар? Оған неге тиісті? Мерген үшін большевиктердің өздері ғана емес, маңайында жүргендердің бәрі жау. Абзал комсомолда оның Әйгерімі де көзіне қан толған таудың тағысы үшін бала шағасын қырған үкіметтің адамдары. Жүрегі қатып қалған, жібімейтін шығар дейтін. Бірақ, ағатай, аяңызшы, әйеліңіз болайын. Айтқаныңызға көнейін, ағатай. Әйгерім ес-түссіз жатқан Абзалдың денесін құшақтап отыра кетті. Мерген құлақ түрген жоқ. Кездігін көтере берген. Қыз орнынан тұрды. Мергенге қасқая қарап ернін тістеді. Нәп-нәзік жүзінде өжеттік пайда болғандай. Онда алдымен мені өлтіріңіз деді тістеніп. Кәне, салыңыз пышағыңызды. Маған онсыз өмір жоқ. Мерген тосылып қалды. Кездік ұстаған қолы төмен түсе берген. Осы кезде мандадан бері бақылап отырған төрдегі ақсақал ақырып қоя берді. Тоқтат, бұлардың не кінәсі бар? Мынау алай-дүлей заманның зауалын бір-бірімізге арта берсек кім болғанымыз? Ағаны, ініні, қарындасты жау екен деп өлтіре берсең, мына дүниеде қазақ қалмас. Тоқтат. Мерген жауап қатпады. Әйгерім мен Абзалға бір қарады да шалт бұрылып үйден шыға берді. Иығы селкілдеп барады. Әйгерім Абзалын аяла сипап, ып-ыстық ернін маңдайына тигізген. Жігіт ыңырсыды, көзін ашты. Тұман ішінде бұлдыраған қыз бейнесін шырамытқан секілді. Сәл жымиып қайта талықсып кетті. Абзал, көзіңді ашшы, мен ғой Әйгерім. Екеумізді енді ешкім айыра алмайды. Сен әлі жазылып кетесің. Жігіт жымиды. Көзбен көрмесе де түйсігімен сезіп жатқан сияқты. Төрде жастықты шынтақта жатқан қария ауыр күрсінді. Бұрыштан кішкентай сәбидің жылаған дауысы естілді. Өлімсірей жанған майшамның жарығынан үйдің іші күңгірт тартып, бала ғана емес, үйдегілердің бәрінің үнсіз жылап отырғанын бір-біріне байқатпаған. Осы сәтте сырттан ат дүбірі шығып, әлдекімдердің дауысы естілді. Есік айқара ашылып, үйге Мерген енді. Қолында қаруы. Әйгерім селк етті. Көзінде үрей. Мерген оған назарды аударған жоқ. Қарияға қарата сөйледі.
Кеңестен қашқан тағы бір көш келеді. Соңдарына қызылдар түсіпті. Шыңғыстаудың тобықтылары көрінеді. Мен жігіттеріммен қарсы алдарынан шығамын. Көшті өткізіп жіберіп, аналарды тоқтата тұрамын. Ауылды оятыңыз, ішкер жаққа жылжыңыздар. Мыналарды да ала кетіңіздер. Оларың мұнда келе қоймас балам. Бұл өзге мемлекеттің жері емес пе? Шекараны большевиктер ғана күзетіп жатқан жоқ па, қария? Ойларына келгенін істеуде. Алда-жалда бері қарай өте алатындай болса, бірден осы ауылдың төбесінен түседі. Олар аямайды, қырып тастайды. Жиналыңыздар. Жақсы, ауылды қазір оятамын. Таң ата жолға шығамыз. Мыналарды қайтсек екен? Бала жолға жарамайды. Әлі өзіне келген жоқ. Қария мен мерген Әйгерімге қарады. Қыз орнынан тұрды. Қаламыз, деді ол қайсарланып. Тағдырдың маңдайға жазғанын бірге көреміз. Ата, сіздер кете беріңіздер. Мен Абзалдың жанында боламын. Қария мергенге қарады. Ол жауап қатпастан сыртқа беттеді. Есікке жете бере кілт бұрылып, жарайды, мыналар қала берсін, деді қатуланып. Бірақ ауыл көшетін болсын. Бір мылтықты мына қызға беріп кетіңіз. Кім білген, керек болып қалар. Сәлден соң сырттан тағы да ат дүбірі естіліп, мергеннің тобы ауылдан бірте-бірте алыстай берді. Ауыл көшіп жатыр. Бұл ауыл көшуге үйренген. Ата қоныстан бір түннің ішінде дүрліге көшкенде де осылай болған. Зұлмат заманның тепкісі болмаса көшермеді. Қимай-қимай қинала қозғалған. Жат жерге табан тірегенде де алыстап кетпей шекараны бойлай қонған. Ата мекенге орала қалсақ, қайта көшуге жеңіл болсын деген үміт қой шіркін. Енді міне елең алаңда тағы жүріп барады. Айқай шошыз тып-тыныш қана. Бала жыламай, ит үрмей. Әйгерім Абзалдың аузына тағы да су тамызды. Кеберсіген ерніне тамшы деген сәтте жігіттің көзі жыбырлағандай болады. Сәлден соң көзін ашты. Бұл жолы Әйгерімге тесіле қарап біраз жатты. Сосын күбірледі. Сен екенсің ғой. Тірі, қайдамыз? Шаңыраққа қарап жатыр. Өткендегі сұмдық көз алдынан өтіп кеткен секілді. Абзал, аман біз шүкір. Ештеңе ойламашы, сөйлеме. Тірі қалдық қой. Саған қазір қозғалуға да болмайды. Саусағын Абзалдың ерніне тигізді. Ол да түсінгендей әрі қарай сөйлемеді. Үй ішінде өлі тыныштық орнады. Бір кезде Әйгерім орнынан атып тұрды. Сырттан мылтық даусы естілгендей болған. Керегенің ашық тұсынан ақырын құлақ тұрды. Иә, гүрсілдеген дауыс алыстан шығып жатыр. Бір емес, көп мылтықтың даусы. Кәдімгі шайқас. Жалма-жан сыртқа жүгіріп шыққан. Ауыл көшіп кетіпті. Ескі жұрттың орны ғана қалған. Тау ішінде бұл кезде шайқас шынымен де қызып жатыр еді. Мерген 5-6 жігітімен тобықтының көшін өткізіп жіберіп, қызыл отрядты қарсы алған. Суыт келе жатқан қызылдардың қарасы бұл ойлағаннан көп болып шықты. 5 қаруы сай 50-дей адам ентеліп келеді екен. Басында қаша жүріп соғысып, көш шекарадан өтіп кеткенше алдырқата тұрмақ болған. Әлгілер әбден жақындағанда ол райынан қайтты. Тас арасына жасырынған жігіттерін кері қайтарып, өзі ғана қалды. Отрядтың алдында наганы белінде салаңдап, қабағына мұз қатқандай қатулы келе жатқан жирен мұрт командирді көргенде тісі шықырлап қоя берді. Сол ғой. Бұл сәтті мерген қанша күтті десеңші. Осы жирен мұртты іздеп шекарадан қанша рет басын қатерге тігіп өтті. Заставасына жақындай алмады. Күзеті мықты. Мерген мылтығын оңтайлап жатып, жазықсыз қырылған ауылын, әйел бала-шағасын ойлады. Аранынан ажал шашқан аждаһа пулеметтен оқ жаудырған қанішерді ешқашан ұмытпақ емес. Осы жирен мұрт. Бейкүнә елді қырып шені өскен секілді. Енді қол бастап келеді. Мерген асықпай көздеді. Жирен мұрт жақындап келеді. Мұндайда мүлт кетуге болмайды. Оқ жетер жерге келді-ау дегенде дәл жүрек тұстан тартып жіберді. Жирен мұрт атының басын құшып салбырады да қалды. Мерген анадайда қалқада тұрған атына ұмтылған. Үлгермеді. Командирлерінің оққа ұшқанын көріп, азан-қазан болған қызылдар мұны да байқады. Аттарынан түсе салып оқ жаудырып жатыр. Атқа жету мүмкін емес. Тас-тастың арасымен бой таласалап шегініп барады. Бір кезде оң жақ иығы тыз етіп ұйып сала берген. Соңынан қан сорғалатып кетіп барады. Енді байқады. Алдында құс, артында қызылдар. Көп ойланбады. Төпсіз шыңырауға бір-ақ секірді. Мұз құрсанған таудың құзды беткейінің табиғаты қызық.
Төменде қоңыр салқын жаз. Жоғарылаған сайын жасыл желек жоғалып, тау қар жамылып шыға келеді. Одан биікте адам жүре алмас көк мұз жылтырап жатады. Мерген жанталасып алға ұмтылды. Кеңірдектен келген қардың құрсауынан тезірек құтылып-ақ кеткісі келеді. Омбы қардан малтығып шыға алмай жатыр. Оған оқ тиген. Оң қолының ауырғаны қосылып бір орында тыпырлады да қалды. Сәл тыныстап алып тағы ұмтылды. Тырысып жатып қар лапаннан шықты әйтеуір. Әрі қарай еңіс. Қары қатқақ. Төменге домалай жөнелді. Құздан құлағанда төмендегі қар төсеніш боларын өзі де сезген. Қызылдар кеткенше қаны сорғалап қар астында жатты. Қауіп сейілген сияқты. Енді бір ұмтылса қарлы алқап артта қалмақ. Тағы бір қарлы төбенің басына ілінгенде Мерген өзінің әрі қарай қарға адым аттай алмайтынын сезді. Сәл тыныстап алмақшы. Жантая бергені сол елді. Көз алды тұманданып, айналасы шыр айналып кете барды. Қанша жатқанын білмейді. Бір кезде біреу түрткендей болған. Мерген селк етті. Әзер көзін ашып қайта жұма қойды. Өз көзіне өзі сенбей жатыр. Сақалы қауғадай аң терісіне оранған осы бір жабай адамды тез-ақ есіне түсірді. Сол ғой, өткенде мүлт кеткен жоқ, әдейі солай атты. Таудың еркін тағысы тірі жүре берсін деген. Кісі киік тағы түртті. Көзін ашқан. Отты көздермен тесіле қарап тұр. Саған төменге түсуге болмайды деді сыбырлап. Аналар сені сонда күтіп тұр. Сені ұстамай қайтпайды. Сен бастығын өлтірдің. Мен олардың әңгімесін жақыннан естідім. Мен сені қазір алып кетемін. Жазылған соң төмен түсесің. Кісі киік Мергеннің жаралы қолына қарады. Қан ағып тұр. Мерген бір ұмтылып орнынан тұрды. Жоқ деді тістеніп. Олай болса мен төменге түсуім керек. Қызылдар мені таппаса арғы бетке өтеді. Сол жақтан іздейді. Ал шекараның түбінде менің ауылым. Мерген сөзін аяқтамай ойланып қалды. Ауылға көшіңдер деген. Үлгерген болар. Ана қыз бен жігіт қалды ғой. Қызылдар балса сол екеуінің қолға түсері анық. Ауыл көшіп үлгермесеші. Мыналар ешкімді аямас. Жоқ деді тағы да. Қызылдарға өзім барамын. Менің жаным керек болса алсын. Бейқам жатқан бейбіт елді қырғыза алмаймын. Кісі киік түсінді. Мергеннің қолтығынан демеп төменге жылжи берді. Қызыл отряд соңғы қырдан асып шекара шетіне ілінгенде алдарынан шауып келе жатқан қос салт атты көрінді. Бәкене қазақ дүрбі салып артындағыларға тоқтаңдар деген белгі берді. Шолушылар келе жатыр. Соларды күтейік. Атын ойнақтатып құтырып тұр. Әскері тоқтап аттарынан түсіп бой жазып жатқанда да тыным таппады. Жан-жағын мұқият қарап әлденені ойластырып жүр. Анау сайдың аузына пулемет қойыңдар деді зілденіп. Көзге түспейтін жерге жасырыныңдар. Бандының басқа барар жері жоқ. Егер тірі болса осы сай арқылы өтіп кетуге тырысады. Ал кірісіңдер. Осы кезде қос салт атты да жақындады. Асығып келеді. Маңайды шолып шықтық деді олар келе сала. Шекараның арғы бетінде жаңа ғана көшкен ауылдың орны жатыр. Әріректе жұртта қалған жалғыз үй тұр. Ішінде біреулер бар сияқты. Бұйрық болмаған соң тексермедік. Тез кері қайттық. Жарайды деді Бәкене қазақ. Жалғыз үйлі ауылдың әуселесін сосын көрерміз. Көшкен жұртты да қуып жетеміз. Әзірге әлгі бандыны күтейік. Тірідей ұстау керек. Болмаса өлідей. Осы сәтте Бәкене қазақ селк етті. Қарсы беттегі қияда қойтастың үстінде қазір ғана өзі сөз еткен банды оған қасқайып қарап тұр еді. Қасындағы әскері де байқады. Қаруларын сайлап Мергенге қарай кезеніп тұра қалды. Мерген қарусыз. Қайсқайған күйі гүр етті. Ей, жандай шап! Іздеген бандың мен болсам міне алдыңда тұрмын. Ана сілімтік командиріңді өлтірген менмін. Әттең, құдіретім жетсе сенің де кеңірдегіңді жұлып алар едім. Бәкене қазақ байқап тұр. Мергеннің бір қолы салбыраған, оқ тиген, қаруы да жоқ. Әскеріне бұрылды. Қоршаңдар мынаны. Тірідей ұстаңдар, атпаңдар. Қызыл әскер ақырындап Мергенге жақындай берген. Осы кезде Мергеннің сау қолындағы кездік жарқ етті. Жоқ, мен тірідей берілмеймін. Өлсем жастығымды ала кетемін. Ол Бәкене қазаққа қарсы бір-екі аттады.
өңменнен өтер отты көзімен тесіп жіберердей қарап келеді. Бәкене қазақ шыдамады. Шегініп барып айқай салды. Атыңдар, аямаңдар. Гүрс-гүрс тау жаңғырды. Мерген тізерлеп, сосын туған жерінің тасын құшақтап құлай берді. Абзалының маңдайына суық шүберек басып аялай қарап отырған Әйгерім осы сәтте селк етті. Гүрс-гүрс мылтық даусы бұл жолы тым жақыннан естілді. Гүрс-гүрс мылтық даусы басылып айнала тыныштала бастаған сәтте Әйгерім қайтадан Абзалдың жанына келіп отырды. Көзі ашық, бірдеңені сезгендей бұған қарап жатыр. Ерні қозғалып күбірлегендей болды. Қыз басын иіп құлағын жақындатқан, тағы күбірледі. Бұл жолы анық естілді. Маған қарайлама, тезірек кет дейді. Әйгерімнің көзінен жас ыршып кетті. Абзалының маңдайынан сүйді. Қайдағыны айтпа деді бұл да сыбырлап. Мен сенсіз ешқайда кетпеймін. Әне сөйлей бастадың. Ертең-ақ орныңнан тұрасың. Осы сәтте үй сыртынан бірдеңе сыбдыр етті. Қыз жалт қараған. Қарашаның үйі қайбір бүтін болсын, шұрық тесік. Сол тесіктің бірінен өзіне біреу тесіле қарап тұр. Қыз мылтыққа жүгірді. Кезене беріп селк етті. Кісі киік. Оның отты көздерін шатастыру мүмкін емес. Әйгерім дірілдеп отыра кетті. Кісі киік көп сөйлемеді. Бар айтқаны, тезірек кетіңдер. Қызылдар келіп қалды. Болды. Абзалды сыртқа өзі көтеріп алып шықты. Сәлден соң көшерде қария қалдырып кеткен ат арбаға мінген Әйгерім мен Абзал түн қараңғылығына сіңіп жоқ болды. Олар кеткенше қарап тұрған кісі киік асығыс кері қайтты. Қызыл отряд бұл кезде әлі Мергенді өлтірген жерде еді. Бәкене қазақ таңға дейін осында тыныстап алуды ұйғарған. Таңсыз бере көштің соңына түспек. Жан-жаққа күзет қойып, басқа әскермен бірге өзі де тоқымын төсеніп, шинелін жамылып ұйқыға кеткен. Түн ортасы ауа тынысы тарылып, тұншығып жатып оянып кеткен. Әлдекімнің темірдей қатты қолы кеңірдегін қысып, қылғындырып әкетіп барады екен. Айқайлағысы келген, үні шықпады. Біраз бұлқынып, сосын көзі шарасынан шығып, былқ-сылқ етті де қалды. Әлгі әлеуетті қолдың иесі Жандайшаптың өлі денесін итеріп тастап, ақырын жылыстай берді. Ол кісі киік еді. Таң ата командирлерінің өлігін көрген қызылдар у-шу болды да қалды. Тас түбінде шөппен бүркей салған Мергеннің мүрдесі де үшті-күйлі жоқ. Бассыз қалған отряд сәлден соң арттарына жалтақтай қарап, желе жортып, кері қайтып бара жатты. Бұл кезде кісі киік Мергеннің денесін шың басында жерлеп жатыр еді. Тау қойнауында тасаға жайғасқан босқындар ауылының шетіне ауру жігіт, ару қыз мінген арба жеткенде үлкен кіші демей алдарынан шыққан. Көздерінде үрей. Мергенсіз өздері ғана келе жатқан екеудің жүрісінен жұрт секемденіп тұрғандай. Атпен шауып алдымен жеткен Мергеннің жігіттерінің сұрағаны да осы болды. Мерген қайда? Қызылдардан қалай құтылдыңдар? Сендерге неге тимеген? Іздерімен келе жатқан шығар. Аттарымен арбаны ары-бері ойқастап, айналып жүріп сұрақты жаудырып жатыр. Өздері өте ашулы. Әйгерім мылтығын ақырын ғана сипап қойып үнсіз келеді. Мергеннің мерт болғанын кісі киік айтқан, өз көзімен көрген. Мергеннің кім үшін мерт болғанын да сезеді. Оны мыналарға қалай түсіндірерсің? Қарақтарым, амансыңдар ма? Мерген қайда деп осы ауылдың үлкені өздерін өткенде Мергеннен арашалап қалған қария сұрағанда ғана шыдамады. Жылап қоя берді. Ол қаза болды. Қызылдарды тоқтатамын, көшті аман алып қаламын деп оларды бастап келе жатқан командирін сұлатып салыпты. Өзі жараланған. Қызылдар оған да қарамай қуғынды тоқтатпаған соң жалғыз өзі қарусыз алдарынан шығып, Әйгерім ары қарай сөйлей алмады. Арбаны қоршаған босқын қазақтар шулап кетті. Әйелдер дауыс салып боздап жатыр. Асыл ерім-ай, қапияда көз жұмған қыраным-ай, енді бізге кім пана болады? Осы кезде Мергеннің серіктерінің бірі жұлқынып шығып арбада жатқан Абзалға тап берді. Мына сүмеліктің кесірінен мерт болды батыр. Бұл комсомолды тірі қалдырмаймын. Қанға қан. Әйгерім бірден мылтығына жармасты. Жақындама деді сұрланып. Оған саусағының ұшы түйер болса атамын. Анау тыңдамады. Айтқаннан қайтар түрі көрінбеді. Сенің де ымжымың бір онымен. Ертең арттарынан қызылдар келсе ауыз жаласа кетесіңдер деді түнеріп. Екеуін де байлаңдар, екеуіне де өлім. Осы кезде Әйгерімнің қолындағы мылтық гүрс етті.
Жаңа ғана батырсынып келе жатқан жігіт басын қорғаштай отыра берген. Аман төбесінен асыра атқан болды. Әйгерім тістеніп мылтығын әлі кезеп тұр. Енді жақындасаң өзің тірі қалмайсың. Жақындама деді тағы да. Жігіт басын изеді. Ағайын деді осы кезде біреу гүр етіп. Бұлардың жазығы жоқ. Бұлар да тағдырынан таяқ жеген біз сияқты бейшаралар. Мен Бақыбаймын. Мерген соңғы сапарына менің үйімнен аттанды. Өлерін сезген бұлар осы екеуін аман аттап кетіп еді. Бұларды адамдар айырғысы келген, бірақ Алла тағала аман алып қалды. Екеуіне тиіспеңдер дегенді айтқан сол Мерген еді. Мерген бұл екеуін ғана емес, осы отырған бәрімізді де аман алып қалу үшін өзін өлімге қиды. Аманатқа қиянат жасамайық, тиіспеңдер. Жұрт жым-жырт болып тыныштала қалды. Үлкендер үнсіз егіліп тұр. Әйгерім мылтығын тастай салып Абзалының басын сүйеді. Ол да көзін ашып жан-жағына қараған. Манадан берін естіп жатқан секілді. Қорықпаңдар деді қария екеуіне жақын келіп. Абзал есін жинаса ел болып екеуіңді бөлек шығарамыз. Алдарыңа мал салып бастарыңа үй береміз. Әлақ естеріңді жинап адам болып кетесіңдер. Әйгерім Абзалын бауырына басып егіліп жылап отыр. Шынымен бәрі артта қалғаны ма? Енді екеуінің махаббатына ешкім кедергі болмай ма? О жаратқан, енді бізді бұлай сынай көрмеші. Осы келсе ат дүбірі естіліп алыстан шаң көрінді. Жалғыз адам қолын бұлғап шауып келеді. Бірдеңе деп айқайлайды. Жақындай бере анық естілді. Жиналыңдар, қуғыншылар келіп қалды, тезірек. Сыртта боран басылып, айнала тыныштала қалды. Әңгіме айтып отырған ақсақалымыз да үнсіз отыр. Ең қызық жеріне келгенде, мұндайда бірдеңе деуде ыңғайсыз. Өз ойымен өзі арпалысып мен отырмын. Қап, әлгі екеуінің ендігі тағдыры не болмақ? Атамекеннің сайынан сайғақ құрлы пана таппай босқан елше қуғыншылардан құтылды ма? Ақсақал ауыр күрсінді. Менің ойымның үстінен дөп түскендей әңгімесін әрі жалғастырды. Ел бұл жолы бекер дүрлігіпті. Келе жатқан қызылдар емес, арқадан ауған қазақтардың көші екен. Бәрібір шекара түбінде ұзақ қалуға болмайтынын түсінген жұрт тез жиналып солармен бірге Алтайдың ар жағына қарай тереңдеп көшіп кете барды. Қария уәдесінде тұрды. Абзал мен Әйгерімнің некесі қиылып бөлек шаңырақ көтерді. Бар қиындық артта қалғандай болды. Үйлерінің іші баланың күлкісіне толып, қораларына мал бітті. Бұл дүниеде екеуінен бақытты адам жоқ секілді. Тек анда-санда Сауыр таудың баурайында қалған ауыл еске түсетін. Өздерін өлімге қиған сол ауылды бәрібір қатты сағынатын. Әсіресе Әйгерім. Ол кеткенде әкесі де анасы да тірі еді. Енді елді көрмейтін шығармыз деген. 1959 жылдың жазы. Абзал мен Әйгерім бұл кезде елуді еңсеріп қалған. Ұлдары жігіт болып, қыздары бой жеткен шақ. Ауылға бір қуанышты хабар жетті. Совет одағымен арадағы шекара ашылыпты. Екі мемлекет қазақтардың атамекеніне қайтуына келісімге келіпті. Қалың жұрт шекараға қарай ағылып жатыр екен. Хабаршылар осылай деді. Ел қайта дүрлікті. Абзалдың елге оралғысы келмеді. Әйгерімнің жұрттан қалғысы жоқ. Не көрсек те елмен бірге көрерміз. Қазақтың даласы кен ғой. Бірдеңесі болар. Бізді ендігі ұмытып кеткен шығар. Заман түзелді деп жатыр. Қайтайық деді. Абзал көнді. Бала шағасын алып көшкен елдің соңынан ерді. Алда атамекен, соңында өзіне пана болған жат жұрт. Көңілінде бір үміт, бір күдік. Қалай болар екен? Екеуі елге оралды. Құшақ жайып қарсы алған ешкім болған жоқ. Заман өзгерген. Бірен-саран көз көргендер сонау жылы болған сұмдық оқиғаны естеріне түсіріп, Абзал мен Әйгерімді таныса да дабыра қылғанды жөн көрмеді. Басқаларға тіс жармады. Әке-шеше әлдеқашан о дүниелік болыпты. Жақын туыстар да жоқ. Бірі аштық құрбаны болса, бірі 37-де атылған. Қалғандарын соғыс жалмаған. Бұларды қазбалап ешкімді мазаламады. Көңілде әлі сол қорқыныш. Ел қатарлы тірліктерін істеп жүре берген. Сондай күндердің бірінде Әйгерімді естен тандырған мына бір оқиға болды. Абзалды жұмысқа шығарып салып үйге кіре бергені сол еді. Көрші әйел қақпадан ентеле енді. Өзін көп ұната бермейтін. Аузы жеңіл, өсегі көп адам. Ойбай, сен естідің бе? Ана алғаш Асанбектің тілі байланып тұтығып қалыпты деді
асыға сөйлеп. Қазір ғана ауданға алып кетті. Арақтың кесірі шығар, деді бұл самарқау ғана. Жоқ, бір сұмдық жағдай болыпты, деді әлгі әйел үстемелетіп. Асанбек достарымен аңға барыпты. Жол жөнекей өздері ішкен көрінеді. Содан мұзтаудың етегінде көздеріне марал түсіп, жоқ, лағы ғой деймін. Әйтеуір бұлар оны атып алмақ болады. Достары Асанбекті құздың түбіне қалдырып, аңды соған қарай айдайды. Тасада жатқан Асанбек дәл алдына келген маралды ата бергенде біреу мылтығына шап беріпті. Артына қараса, денесін түк басқан кісігейік адам тұр дейді. Әйгерім елең етті. Көршінің жанына қалай жетіп барғанын білмей де қалды. Не дедің, кісігейік? Білмеймін. Біреулер оны жабайы дейді, біреулер қара адамы кісігейік. Әйтеуір сол жабайы Асанбектің мылтығын құздан лақтырып жіберіпті. Өзіне тиіспеген. Мынау тілі байланып қала берген. Әй бейшарай, арақты қой деп едік. Мүмкін көзіне әлгі жабайы елестеген шығар. Сосын не болыпты, деді Әйгерім дірілдеп. Кісігейік қайда кетіпті? Білмеймін. Әйтеуір келгенде кеткенде сезбей қалыпты байғұс бала. Әй, сен бозарып кеттің ғой. Қорықпа, ол ешкімге тимейді дейді ғой. Оны менің әкем де көрген. Көрші әйел жаңалығын басқаларға жеткізбек болып әрі қарай кетті. Бұл сілейіп әлі тұр. Сол ғой, тірі болғаны. Кешке Абзал келсе, ол туралы естігенін айтады. Өзін кісігейіктің өлімнен алып қалғанын Абзал да біледі. Айтып берген. Тезірек келсе екен, бір ақылын айтар. 3 салт атты Сауыртаудың сілемдерін артқа тастап, Мұзтауға апарар соқпақ жолға түскенде күн көтеріліп қалғанды. Міне, мына жол өздеріңе айтқан жұмбақ қабірге апарады, деді қартаңыз аңшы Абзал мен Әйгерімге қарап. Анау көрінген құздың төбесінде жатыр. Соңғы 10 жылда кісігейікті 3 рет көрдім. Үшеуінде де осы құздың басында жүрді. Жақындап келгенше ғайып болады. Олар жоғары қарай тарта берді. Үшеуі де үнсіз. Әйгерім өз ойымен алысып әлек. Осы сапарға шығардың алдында Абзал кісігейік жайын көп адамдардан сұрастырған. Көбінікі долбар ғана. Біреуден естігендерін өздері көргендей соғады. Көзбен көргендері де бар, бірақ тым алыстан байқаған. Тек Қабыл аңшы ғана шындыққа жақын әңгіме айтты. Кәнігі аңшы оның көктем шыға төменге түсіп, құз басындағы белгісіз қабірге келетінін де бірнеше рет көріпті. Оны естіген Әйгерім жан таппады. Кісігейікті көрсе, ол мұны жазбай таныр еді. Ол төменде заманның өзгергенін білмеуі де мүмкін. Бәлкім төменге түсер. Қайдам? Бәрібір бір көргісі келеді. Қолынан келгенше көмегін жасамақ. Міне, келіп қалдық, деді Қабыл аңшы. Әрі қарай жаяу барамыз. Аттарды байлайық. Құздың үстінде шағын алаңқайдың ортасында шөбескен төбешік көрінді. Үлкен тастан қойылған белгі қарайып тұр. Жан-жағын кішірек тастармен әдемілеп қойыпты. Үшеуі топырақ алып тастады. Беттерін сепап, орындарынан тұра бергенде Әйгерім селк етті. Жалма-жан отыра қалып, белгі тастың төмен жағында жатқан кісе белдікті көтере берді. Әбден шіріген, тат басқан. Орамалмен үйкелеп сүртіп бола бере күбір етті. Құдай-ау, мына сол кісінікі ғой. 30 жыл өтсе де ұмытпапты. Мына кісені мергеннен көрген. Әйгерім оның артына мінгесіп бара жатқанда су жағасындағы талға осы кісе белдігін іліп қойып талай бетін шайған. Абзал түсінді, ауыр күрсінді. Қабыл аңшы аң-таң. Мен маңайды шолып келейін, деді бір кезде. Бір жерде ізі қалған шығар. Аңшы көп кешікпей кері қайтты. Кісігейіктерің бұл жерде болыпты, және кешелі бері болған сыңайлы. Тіпті қазір де бізді көріп отырған шығар. Айттым ғой, бұларың бос әурешілік. Ол адамдарға жоламайды. Сол үшін де ол кісігейік. Осылай деп жан-жағына үрейлене қарады. Ешкім көрінбейді. Бүлгіген тыныштық. Қой, қайтайық, деді аңшы сосын. Бұл жерде түнге қалуға болмайды. Қаласаңдар тағы келеміз. Екеуі үнсіз келісті. Аңшының соңынан кетіп барады. Артына қарағыштап бара жатқан Әйгерім бір кезде кілт тоқтады. Анадайда ағаш арасынан кісігейік қарап тұр екен. Сол баяғы отты көздері. Қартайған секілді. Таныды. Қолын бұлғады. Сосын көрінбей кетті. Әйгерім серіктеріне қараған. Олар ештеңе байқамады. Самбырлап әңгіме айтып барады. Біраз жүрген соң тағы да артына қараған. Кісігейік енді құздың ұшар басына бұларға қарап тұр екен.
төмен түсіп арттарына мінген үшеуі ауылға қарай қайтып барады. Жол жөнекей әлдебір белгі тастың басына жиналған жұртты көрді. Гүл қойып құрмет көрсетіп жатыр. 30-шы жылдары бандының қолынан қаза тапқан шекарашы командирдің ескерткіші ғой, деді Қабыл аңшы. Жылда осы уақытта жиын өтеді. Шекарашылар батырларын еске алады. Әйгерім құр жаққа қараған. Мергеннің белгі тасы көзіне түспеді. Көзінен мөлт-мөлт етіп тамған жасты қасындағыларға көрсетпей қыстығып жылады. Ақсақал тағы үнсіз қалды. Әңгімесі аяқталған сияқты. Анау ескерткіш қанқұйлы жиренмұтқа орнатылғанын анамыз білді әрине. Өмірден өтерінде бізге қалдырған соңғы аманаты да қызылдардың қолынан жазықсыз қырылған халыққа, оның мергендей батыр ұлдарына ескерткіш орнату еді. Тәуелсіздік алған соң біз ел болып оны орнаттық. Қазір қызыл шекарашының ескерткішіне сес көрсетіп, қызыл қырғын құрбандарының да ескерткіші тұр. Бәсе, бұл кісі Абзал мен Әйгерімнің баласы екен ғой. Тағы да көп нәрсе сұрағым келген, сұрай алмадым. Сосын бір реті келер. Авторы Арман Сқабылұлы.